Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өтіп кеткен ораза айттарыңызбен тәк бұйырса ораза айттың екінші күні, бірінші күні кешке Алла қаласа Алматыға 16-15 бас мал тиіп жол алдық. КамАЗдың ішінде бір түн ұйықтадық, таңертең жеттік. Сонымен ол күні сойылмады. Әй, мына тауықтан қорлығай. Ол күні кешке тағы да джип машинаның ішінде тағы бір түнедім. Сонымен 2 түнеп қайтып келдім. Айтайын дегенім, базардың тілімен айтқанда өндірушілер тұтынушылардан асып кетті. Яғни көктем елдің бәрі бұқасы дайын, қыстайғы байлаған бұқа сиырларын қауырт шығарып жатыр. Ал базарда ондай көп мөлшердегі етті таусалмай етқан сияқты. Соның үшін қайтеді, міндетті түрде бағаға әсер етеді. Айтайын дегенім, баға бұрын 2400 болса, қазір 2350. Ендігі кісілерді сондай бағаға көнсе ғана апарамын. Маған да оңай емес. Менің алатыным 5-ақ мың теңге. Сол кісілер үшін мен КамАЗға түнеймін, машинаға түнеймін. Бір күн жатықпаса, оған жем-шөп, су алып беріп, суарып қарайым сол жерде ертесі сою үшін. Сондай болады. Яғни базардың тілімен өндірушілер, яғни бұқа семіртушілер базардың сұранысынан асып кетті. Асып кеткен жағдайда міндетті түрде баға түседі, не очередь болмайды. Бұқаның барлығы бұқаға тойы болады, барлық ет алатын жерлер. Оларды да түсінігеді, олар енді онша көпті етті сіңіре алмайды. Сонымен очередь созылады, баға түседі. Жылда ораза айттан кейінгі тема осы. Ораза айттан кейін осылай бұқа қаптайды, еттің бағасы түседі дегендей. Осы, аман сау болыңыздар. Телефон 8 707 680 60 66. Хабарласыңыздар.